Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің 20 жылдық мерейтойы Абай атындағы театрда салтанатты түрде қорытындыланды. Оған қала әкімі Ермак Сәлімов пен шетелдік қонақтар, оқу орнының әр жылдарды бітірген түлектер қатысты. Салтанатты шара университет ардагерлері мен серіктестерін және үздік деген түлектерді мерейтойлық медальдармен марапаттаудан басталды. Қатысушылар бүгінде білім ордасының қаламызда ғана емес, еліміз бойынша алдыңғы қатарлы жоғарғы оқу орындарының бірі екендігін атап өтті. Біздің университет елбасының пәрменімен миллиондардың баласын оқыту үшін ашылған оқу орны болатын. Содан басталғанбыз. Бұл Қазақстанның тәуелсіздігінің бір жемісі. Мерейтойлық шараға білім ордасының іргетасын қалауға үлес қосқан ғалымдар мен профессорлар да шақырылды. Университеттің басшылығының ұйымдастырушылық қабілеті де, оқытушы кадрлардың потенциалы да, студенттердің мүмкіндігі де барлығы сол биік талаптарға сай. Білім ордасын мерейтоймен құттықтауға жоғарғы оқу орнын әр жылдары бітірген түлектер де келді. Қазірде олар әр салада табысты еңбек етуде. Бір білім ордасы үшін 20 жылдың әр жылы үлкен тарихи, тағдырлы шешімдерменен, үлкен бір жаңалықтарменен ерекше. Айта кетерлігі, мерейтойға әлемнің 11 елінен қонақтар келген. Олар университеттің алдағы уақытта биік белестерді бағындыратынына сенімді. Қазақ инновациялық гуманитарлық заң университетінің алдағы уақытта көркейіп өркендеуіне, шығармашылық әлеуетінің артуына тілектеспін. Салтанатты шара барысында жоғарғы оқу орнының профессорлық, оқытушылық құрамына білім және ғылым министрлігінің төс белгілері мен құрмет грамоталары және облыс әкімі Даниал Ахметовтың атынан құрмет грамоталары табыс етілді. Сонымен қатар тәжірибелі бір қатар ұстаздар, оның ішінде оқу орнының ректоры Шырын Құрманбаева Ыбырай Алтынсарин атындағы медальмен марапатталды. Эльмира Жүсімбекқызы, Қайрат Қожахметов, Семей телеарнасы.